Армысыздар, құрметті қонақтар, ұлағатты ұстаздар, ардақты ата-аналар және оқушылар. Балалар жылы аясында түлек 2022 жаңа Қазақстанның ертеңі атты аттестат алу кешіне қош келдіңіздер. Нұрсұлтан қаласы бойынша 9 сыныптар арасында қалалық жарыстан Әлихан Бөкейхан атындағы 76-шы мектеп-лицей 9-шы В сынып оқушылары бірінші орынды иеленіп, оқуға 10% жеңіл ұтып алды. Алғыс хат. 9-шы сынып оқушылары арасындағы өткен сайысқа белсенді қатысқаны үшін Әлихан Бөкейхан атындағы номер 76-шы мектеп-лицейінің директоріне табыстауға рұқсат етіңіздер. Бүгінгі шәкірттерімізді үздік аттестат иегерлерін құттықтау үшін және аттестат тапсыру үшін мектеп-лицейіміздің директоры Сейдеш Ботагөз Болатбек қызына беріледі. Қайырлы күн, жас достар, қайырлы күн, құрметті ұстаздар қауымы, қайырлы күн, құрметті ата-аналар. Міне бүгін біздің жас достарымыз негізгі орта білім мектепті бітіргендігі туралы мемлекеттік емтихандарын тапсырып, куәліктерін алудың салтанатты рәсіміне жиналып отырмыз. Ұстазды қадірлеген, үлкенді қадірлеген біз ұрпақпыз, сондықтан осы ұлттық құндылықтарымызды бойымызға сіңіріп, әлі де біз осындай үлкен Қазақстанның атын шығарады ғой деген сіздерге сенім артамыз. Жылдың 15 маусымның шешіммен нөмірі 6 хаттамаға сәйкес педагогикалық кеңестің шешімімен негізгі орта білім беру курсын аяқтады. Негізгі орта мектепті бітіргендігі туралы куәлік табысталады. Мөлдір сарамас естен кетті